Кеше ғана бұл сұлулар өз қалаларында бақтын іздеп жүрген еді. Ал бүгінде олар қалыңдық атануда. Олар төртеу және біздің жобада өзара бақ сынаспақ. Барлығы бүйтіп түрлі қарайды, бәсекелес ретінде қарады қайта-қайта. Еліміздегі қайталанбас, әрі тосын сыйға толы Сым шыққатты. Шынайы шоу «Келіндер бәйгесі». Короче, былай отырам. Рахатны. Ережелер қарапайым. Қыздар бір апта бойы бір-бірінің тойына барып, келесі көрсеткіштер бойынша баға береді. Қалыңдықтың бейнесі. Мейкапта вау дейтін емес. Мерекелік мәзірі. Котлеттің асты күйіп кеткен. Жейтін ештеңе болмады енді. Мейрамхананың безендірілуі. Тойхананың администраторы кіргізбейміз деп айтты. Ішіп тұра береміз бе? Және де ойын сауық бағдарламасы. Бізге қызықсыз болды, ұйқымыз келіп. Ешқандай қазлар алқасы жоқ. Қыздар өздері бір-біріне баға қояды. Олар әр номинацияға 0-ден 15-ке дейін ұпай қоялады. Еліміздегі ең әділетті және тойдың қызығы мен шыжығына толы келіндер бәйгесін отбасымен бірге көрейік. Келіндер бәйгесі әлі де Сарғашта тойлатып жүр. Дүйсенбі күні Гүлдана өз бейнесі үшін біраз сын естіп үлгерді. Вообще макияж ұнаған жоқ маған. Хайлайтердің түсі, и ол макияж оны үлкен жүрген возрастың. Екінші болып Әйгерім тұрмысқа шықты. Ол Арайдың барамын деп жүрген салонына жазылып, жұрттың бәрін таңғалдырды. Мен осы салонды таңдадым соңында. Бірақ Арай уже осы салонды таңдап қойған екен. Бірақ жағдайдың бұлай болып шыққаны Арайға ұнай қоймады. Енді таңғалдым ол сол жерге барғанына. Ал тойға барған кезде бәсекелес бикештердің төбесінен жай түсіргендей болып басқа бір оқиға орын алды. Әкімшілік оларды мейрамханаға кіргізбей қойды. Кіргізбей атында кәдімгідей? Ішіп тұра береміз бе? Қалыңдық бәрін реттеді, бірақ көңілдегі кірбің кетпеді. Ыңғайсыз жағдайға түсіп қалдық. Тойханаға біз онда кіргендіктен, яғни басындағы келіншектің шығуы дегенде біраз программаларды көре алмадық. Соған ерегісті мекен Арай залдың безендірілуіне төмен баға қойды. Оформленияға қоятын бағаң 3 таңғаларлық нәрсе көрген жоқпын оформление жайында. Бірақ қорытқан кезде Әйгерімнің тойы 97 ұпай жинады. Бұл әзірше осы аптадағы ең жақсы көрсеткіш. Бүгін 24 жастағы Арай тұрмысқа шығады. Бас бухгалтердің көмекшісі тойына 300 адам шақырыпты. Бюджеті 2.700.000 теңге. Сәлем, мен атым Арайлым, жасым 24-те, менің тойым керемет жарқырап өтеді. Номерға жетеді. Өзім номеріме ұқсас дубликат номер. Неш номеріңіз? Номерім 701 090 90 88. Дәл сіздікіндей номер жоқ екен? Жұмыс бабы бойынша өзіме телефонға номер қажет болған. Содан номер сатылмақшы болып байланыс орталығына барғам. Жай ғана телефон операторына ауыстыру өз тағдырының шешуші сәтіне айналады деген Асылбектің ойында да жоқ еді. Есіміңіз кім болады сіздің? Арайлым. Арайлым, номеріңізді жазып берсеңіз? Жоқ, біз номер бере алмаймыз бұл жерде. Мен ол кезде номерін берген жоқпын. Енді келген абоненттердің барлығына номерімді бере берсең, звондайтын еді. Бірақ жігіт саспады, өз нөмірін қалдырып кетті. Ұнады сол жерде көрген кезінде.
іздестіре бастадым бұл қыз жайында. Контактіге сол кезде кіріп іздеп көргем осы Сарыағаштан Арайлым деген. Менің номеріңіз. Рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, колл-центрге звондасаңыз болады. Сізбен қалай хабарласып тұрсам болады? Иә, хабарласамыз. Асылбек солай ма деді, өз тактикасын ойлап шығарды. Күн сайын Арайлымның жұмысына барып, бір шыны кофе ішіп кететін болды. Күніге азанда келеді, сағат 10-дарда. Сонымен 1,5 сағат, 1 сағат тұрады, кофе ішіп, әңгімесін айтып. Қолыңыз босай ма негізі сіздің? Жоқ, босамайды. Онда мен сіз күнделікті мазалап тұруыма тура келеді. Сіз дайындай аласыз ба маған күнделікті кофе осылай? Дайындаймыз ғой енді сіз үшін. Естияр Асылбек 3 жыл ойланып жүрді. Сол уақыт аралығында жеке фирмасын ашып, үй тұрғызып алды. Отбасылық өмірге дайын болғаннан кейін Арайлымға сөз салды. Баспана салып ертең үйленіп, бала шағалы болуды қалаймын сенімен. Сені өзімнің өмірлік жолдасым ретінде танимын осылай. Сен оған лайықсың дедім қызым болуына. Арайлым оның ниетін қабыл алды. Сөйтіп 7 айдан бері екеуі ерлі зайыпты болып бірге тұрып жатыр. Бір-бірімізге ренжіп қалып, бір нәрсе келіспей ұрсып қалу ондай болмаған. Бұл ешқашан бір рет болсын сен деп мен. Сіз деген ол сыйластықтың белгісі ғой. Яғни сыйлаймын, құрметтеймін. Сол себептен өмір бақи сізден. Мейірімді Арайлым сүйіктісін той алдындағы қарбаластан құтқарып, дайындықтың бәрін өз мойнына алды. Енді міне, әрі қонақтардың көңілін тауып, әрі келіндер бәйгесінде жеңіске жету үшін барынша тырысып жүр. Сонымен бұйырғаны болады деп қатыса бер. Не дейміз жастар, іске сәт. Арайлымның той күні тосын сыймен басталды. Сұлулық салоны жабық тұр. Сағат 8:30-ға жазылдым. Қазір сағат уже 9 болады. Бірақ Арайлымның жүзінен уайым байқалмайды. Әлде сыртқа сыр бермейтін әдеті бар ма екен? Күтіп отырып жарты сағат. Мүмкін кейін абыржымау үшін шебермен хабарласып, асықтырған дұрыс шығар. Алло. Астында кеп отырмын, дейді кеп қалады қазір. Қалайсыз? Мына бетәрлеуші камера алдында екінші күн қатарынан жұмыс істеп тұр. Кеше Әйгерім де осы жерде боянған еді. Ол мұнда қалыңдықтар кездесуінен кейін келіп жазылыпты. Арайым менде ұзату тойында да болған. Әйгерім менде келіп жүр. Бізде қаламыз кішкентай ғой. Қалашық қой, былай айтқанда. Мүмкін естіп қалған шығар. Әрине естіді. Арайлымнан кездесу үстінде естіді. Басқа қайдан естуші еді? Енді біле тұра кішкене, енді әдем болып тұрған жоқ, ол кішкене дұрыс болмай тұр. Если ол бұл жобасыздан, наверное, былай жазылса, ештен келмес шығар деп ойлаймын. Потому что көп солай жазылып келіп жатады. Алайда біздің жобамызда бір шебердің қолынан боянып шығу тым қауіпті жағдай. Бәсекелестер бір-біріне ұқсас болып қалуы мүмкін. Әйгерімде американская невеста болды. Арайда бізде смоки болады. Енді невестамызға кішкене нежнойлау смоки жасаймыз. Көзін кішкене үлкейтіп көрсетеді ол. Тамаша, демек екеуінің макияжы екі түрлі болады. Ендеше бастайық. Ең жауапты сәт келді. Арайлым қабақ далабын таңдауы керек. Темный көрініп келеді көзге. Тұр жаңа қыздағыдай. Ана светлый. Жұмақ отыра беріп, жұмғың келе береткен даже. Арайлым, ұйқыны қой, алда тойын күтіп тұр. Бәрін дайындап қойып бедің. Әйтеуір қалыңдықтарды мейрамханаға кіргізе ме? Әлде Әйгерімнің кебін киесің бе? Кіргізбеятын ба кәдімгідей? Ята ішіп тұра береміз бе? Жоқ, бізде айтып қойған уже алдын ала. Ресторанға айтып қойып, сол жағдайдан кейін, жаңағы Әйгерім тойынан кейін ескертіп, мұндай случай болып қалмасын, ұят болып қалмасын дегендей. Әрі қарай көретіндеріңіз. Алдын көрмей бұлай түсіру мүмкін бе? Нет, я показываю. Жалпы тойларда көрмеген мұндайды. Өзімізді ерекше сезініп кеттік қой.
Жиегін алып тастаған жоқпыз. Асқазанға кеттік иегі. Бүйтіп айтатындай не емес ол. Болды ма? Да? О, телефон бар. Ойбай. Күшті күттім ау деме. Қалай? Нормальный сияқты енді ойын. Ұнып тұр. Конечно, ұнайды маған. Қалыңдықтың қарны ашқаны сонша бас салып самса жеуге кірісті. Арайлым әр нәрсеге алаңдай берме. Шаш үлгісіне қатысты нақты шешім қабылдау керек. Алдын көрмей, бұлай түсіру мүмкін, да? Более мало чуть-чуть түсіремін. Қойшы, ондай ұнамайды маған. Я показываю. Подожди. Өткенде көрсеттім ғой сізге? Объем мына жеріне. Ашып болсын, ол да сондай болса. Ең бастысы шашың әйгерімдікімен бірдей болып қалмасын. У него чуть повыше, чтобы несін, фатасын ұстау үшін істеген ек қой. Фатасы совсем ауыр еді. Тяжелый еді, тастар көп. Сенгі жеңілдеу чуть-чуть. Прическаны мына төменге қарап жинаймыз, да? Шешу қиын шығар кейін бұны. Осы прическамен жүре беретін сияқтысың ғой десең да. Сайыс біткенше. Кәні әдемілі түсіріңші, бүйтіп тұрам, бүйтіп десең да. Қалыңдықтың креслодан креслоға ауысып шеберлердің алдында отырғанына 3 сағат болды. Өзі де әбден зерікті, ыстықтан да мазасы қашты. Ысып кетті мен ай жерден ше. Бірдеңке бара бүйтетін ше, ысып кетті мен ше. Арай, сен бүгін кәдімгі ханшайымдар сияқтысың. Жұрт саған тіпті желпуішті де тауып берді. Әдем бұл кеттім ба? Бәріне сенімдімін. Ешқандай минус болмайды деген ойдамын. Асықпашы, бәсекелестеріңнің қандай мін тағатынын әлі білмейсің ғой. Енді тек диадема таңдау қалды. Наума нау әдем ба? Этот нежнее. Көрініп тұру үшін мынау дұрыс шығар. Нежного. На черном фоне. А, нет, вот это блестящее лучше. Ну, әдем. Қалыңдық көп таңдау жасап басын қатырмады. Одан да көйлегін тезірек киіп, сүйіктісінің көзіне түсуге асығып тұр. Күйеуім танымай қалатын болды мені. Мына кімнің келіншегі өзі деп айтатын болды ғой, ана келіншегін шетелден әкеп доғына ғой деп. Асыл деп. Күлеге Арайлым өзінің той көйлегі жатқан салонға қарай тартты. Менің тойым жарқырап өтеді. Өзіме ұнаса болды. Қалай отыратын білме? Мен сие анан алдындағысын аласығасын. Қорқамайын ойбай. Қалай отырам мен маған? Арайлым ақшақардай болып салоннан шықты, бірақ көлікке қалай сиярын білмей тұр. Алайда қалыңдық тез есін жинап алды. Короче, былай отырам. Салбай қалай бәрі. Желегі мен көйлегіне оранып, тұмшаланған қалыңдық үйіне жеткенше асық. Жастар сол жақтан серуенге аттанды. Мәс саған, саябақтың қасында жас жұбайларды қызыл кабриолет күтіп тұр екен. Аң-таң болып тұрған Нұрсұлудың көз алдында фотосессия басталып кетті. Кабриолет машинасымен кетті, әдемі көрінеді. Ұнады маған ондай машинамен келгені, басқаша болды. Бірізді батауында? Иә, бірізін жүретін болмады. Жақсы, қойсыз жақсы. Тосын тойыңыз. Жауапкершілігі жоғары Нұрсұлу тағы да серуенге жалғыз келіпті. Басқаларының қайда жүргенін бір құдай біледі.
Қыздарға гулянкаға келмегеніне қыздарға ренішім жоқ. Енді өздері біледі ғой, келе ме, келмей ме. Ертең өзім гулянкаға келсе де, келмесе де ренжімеймін. Нұрсұлу, артық сөйлеп қойма. Іс жүзінде қалай болатынын ақтық сайыста көрерміз. Іші әдемі, Ара Делюкстің жалпы фотосесі жақсы болды. Қыз қызыл кавролетте, ал бала ақ кавролетте жүрді. Екеуі қол ұстасып жүрді. Жалпы маған ұнады, басқаша болды. Тойларда көрмеген мұндайды. Әдемі шықты. Соңынан енді болды. Арайлымның құрбылары бірден Нұрсұлуға көңіл бөліп қошемет көрсетті. Аржық, кесеңші. Чөлде түсейін. Кесеңші. Нұрсұлу. Есіміңіз ба? Нұрсұлу, кетсек, естелік болады. Қалыңдықтың бейнесін талқыға салайын десе, тағы да ешкім жоқ. Бірақ тыңдайтын құлақ табылды. Біз қашанда тыңдауға әзірміз. Көйлегі маған ұнады, әдемі екен. Жүргенге де ыңғайлы, арқасы да әдемі екен. Алдында тастар, яғни моншақтар көп екен. Бұлай әдемі көрінеді. Желегі мен шаш үлгісі туралы не айтар едің? Фотосы испан үлгісіндегі фото екен. Басына корона тақпаған. Әдемі көрінеді ол. Прическасы жинақы әдемі шыққан. Жаңа таныстары Нұрсұлуды өз көліктеріне мінгізіп алып, кафеге қарай кетті. Келіндер бәйгесінің қатысушысы бұл жерде де елеусіз қалмады. Нұрсұлу жүрек жалғап алды. Одан қалыңдықпен биледі. Сөйтті де мейрамханаға қарай тартты. Өзге келіндерді сол жерде жолықтырамын деген үміті бар. Бірақ үміті ақталмады. Мейрамханаға ешкім келмепті. Нұрсұлу тағы да жападан жалғыз жүр. Ақыры Әйгерімнің төбесі көрінді-ау. Сәлем. Қашан келдің? Біраз оқып қалды келген. Жалғыз өзің ба? Иә. Баннерді қарап отырсың ба? Иә, баннер әдемі болды. Иә. Баннердің үстіне қарасақ, аппақ гүлдер жан-жағында, жоғарыда әртүрлі түстер түскен. Түсінген жоқпыз, именно қандай түс екен. Бірақ әдемі жасалған. Фиолетовый реңнің қосқан ештеңе жоқ, ұнады. Әдемі болып тұр барлығы. Жалпы баннер маған ұнады. Әйгерім тауып кетті. Кешіккен үшін ақталып әуре болмай, әңгімені бірден баннерге бұрып жіберді. Алайда біз Нұрсұлудан гөрі қаталдаумыз. Сұрақты төтесінен қоямыз. Неге кешіктің? Гулянкаға бүгін келе алмадым. Себебі ауырып тұрдым өзім. Енді тек Нұрсұлуның тойда қалды. Соған баруға тырысамын. Әйгерімнің сөзінде тұратын тұрмайтынын ертең көрерміз. Әзірше біздің ревизорлар залға қарай кетіп барады. Үш әдемі екен, тойхананың өзі әдемі солға екен, тәуесінде оюлармен, суреттерде. Үлкен. Ресторанның өзі үлкен, жарық, әдемі. Төбеге түсіп шығуы ыңғайлы болып, сатылары кең болған екен. Оформление цветін айтпады бізге, қандай болады? Жоқ, айтқан жоқ, білмеймін деді ғой, бәрін кең ұйымдастырып жүрді. Әртүрлі гүлдер түскен екен. Негізі түс қайсысы? Келіндер жорамал жасауға кірісті. Тортта фиолетовый сирена цвет түскен ба? Иә. Роза мен ақ. Торттағы гүлдердің түсі оправлениенің түсімен ұқсастығы бар екен. Себебі сырттағы баннерде фиолетовый реңдерді қолданған, және де тортта да фиолетовый реңдер бар екен. Қыздар, осындайдың керегіне бәрін түсініп тұрсыңдар ғой. Ашық персик цвет. Салфеткалар ақ және де оранжевый цвет. Ақ және оранжевый и пудра цвет. Олар қарағанда нежный, әдемі көрініп тұр. Үйлесімді. Дегенмен бәсекелес бикештер ақыры безендіруді мінейтін сылтау тапты.
Торттың орналасуы ұнап тұрған жоқ маған. Енді той басталмай жатып қойып қойған бірінші рет көріп тұрмын. Бірақ мен көп тойларда көргем. Тойдың ортасында жастарды ортаға шығарған кезде, ата-анасының алдына шығарған кезде алып шығатын негізі. Гүлдана деп қапты. Міне кешіккіш келіндердің тағы біреу келді. Гулянкеге келмеген себебім мазам болмады. Суықтап қалдым. Қыздар денсаулықты күту керек. Сонда серуен мен тойға дер кезінде барып жүресіңдер. Ал әзірше Гүлдана тездетіп тойдың безендіруін көріп шақ. Пудра түсті таңдаған ба? Пудра түсті таңдаған. Бірақ басқа түстерде араласқан. Баннерге қарадым. Төбесінде гүлдер ұнады маған. Залға кіргенде түрлі түсті свет болып кеткен. Салфеткалары оранжевый. Үйлесіп тұрған жоқ, түрлі түсті ғой. Жалпы өзіме ұнамады оформлениесі. Оформлениесіне 8. Мейрамхананың безендірілуіне қоятын бағам 13. Оформлениеге қоятын бағам 6. Әдемі көрінді, бәрі жақсы. Бірақ та мен түсін білген жоқпын, қандай түс екен. Әйгерім, сөзің ақылға қонбайды. Бәрі ұнап тұрса, не үшін 6 ұпай бердің? Әрі қарай көретіндеріңіз. Шоқ-шоғынан қойса болады. Билесе болады ғой. Айт жерін деп отырдым. Бірақ ыңғайсыздандым. Данышқан тұрған қандайдан? Қасықтанбады қой. Адамдар шұбырып кетті деп. Бардак болып кетті ана жер деп. Жақсы болып дегенде прям вау, күшті екен деп айтатындай емес қой. Көйлегі қандай болды, образы қандай болды? Сәл көрген жоқпыз ғой? Образын қазір көресіздер деген. Көйлегі әдем болған, жүруге де ыңғайлы. Жә, сұрақты доғарайық. Қазір бәрін өз көздеріңмен көресіңдер. Әне, қалыңдық келді. Тезірек қарсы алыңдар. Тек шошып кетіп жүрмеңдер. Жастар келген кезде отшашумен күтіп алды. Отшашу шыққан кезде қорқып кеттім, шынын айтсам. Қойыңдар, осынша қорқып не көрінді? Олар фейерверк атылды. Жалпы кенеттен басталып кетті ол. Жақсы деп ойлаймын, әдемі көрініс. Жалпы ұнады. Жоба қатысушыларын бөлек үстелге отырғызды. Дастархан түгел өз еншілерінде. Тек қыздардың қарны тояма жоқ па, оны сәлден кейін көреміз. Клинчик бала ше. Түрі танысып, бірақ есімі сұрамайтын тұтамадан. Түрі танысып. Қыздар, сендерді асабада ұмытпапты. Өзіміз бөлек өтқан екен. Тамада айтты ғой, 31 каналдан келжектер қатысып жатыр деді. Сол кезде қонақтардың бәрі көзі бізде болып қалды. Ол ыңғайсыз болып қалды. Ұялып қойған сияқты болдың ше. Ол кажется бізге жағуына ма, шамалы мүмкін. Қыздар, сәл сыпайылық сақтаңдар. Жұрт орнынан сендер үшін емес, құдаларды қарсы алу үшін тұрып жатыр. Аппақ киінген қыздар тойда ашты. Енді ол билер маған ұнамады. Өйткені өте баяу. Ондай билерден адамның ұйқысы келіп, шаршап отқан адамның ұйқысын келтіріп жіберетін билер. Нұрсұлу, ұйқыны ұмыт, той енді ғана басталып жатыр.
кішкентай бала жүгіріп шықты, келін келді деп. Өзім қуанып отырмын, себебі дауысы жаңғырып, әдемі шықты ана баланың. Кішкентай баланың алақай дегені басқаша болды. Қасында екі келіншектің сөз айтқан ол барлық тойларда бірдей. Кезіме шығарды, ақ ішкізді. Енді ол барлық тойларда ақ ішкізеді. Жастарды шығарғаны ол былай ұнаған жоқ. Таңғаларлықтай былай шығарған жоқ. Қандай кірпияз келіндер еді, бәрін менсінбейді. Қазір бұлардың ойы басқада. Бір сағаттан бері асабаның кім екенін естеріне түсіре алмай, әуре болып отыр. Қармақшы екен оқтай содан келеді. Қармақшы құрамасында ойнайды деген не болады? Қарап тұрып бекетесіз. Тамадан түрі таныс болып тұрды. Сен квенчик екен, квенді ойнаған екен. Тамада ұнады маған жүргізгені. Асабаның жайы анықталды. Енді ішіп жеуге де болады. Қуырылған пельмень. Жалпы дәмі жақсы, жұмсақ, әдемі шыққан. Формасы да әдемі. Жақсы, еттің дәмі, қазы сондай. Қазыны кесіп жеуім қиын болып кетті оны. Қазының дәмі ұнаған жоқ. Бірдеңесі кем сияқты болды. Қыздар, онда котлет жесеңдер қайтеді. Оны қиналмай кесетіндерің анық. Не болып кетті өзі? Бұл да жарамды. Менюда шекілік көп болып жатты. Котлеттің асты күйіп кеткен. Қатты болды. Қатты болғаннан кейін жей алмадық та оны. Ал Нұрсұлу қиналса да бәрін жеп қойыпты. Күйегін аптысың деп. Асқазанға кетті күйегі. Не де болса сайға барсын дедік. Кішкене сал дәмі. Дұрыс қыздар, салат жеңдер. Әйтеуір оның күйетін ештеңесі жоқ қой, әлде бар ма? Тайский салаттың дәмі жақсы шыққан, бірақ еті қатты оқыған, қатты күйді жүрген еді. Онда несі басымдау. Соясы ма, әшілеу еті қатты. Дұрыс пісірілмеген. Ой-бой, дастархан мәзір оңбады. Мына түрімен біздің төрешілер аш қалуы мүмкін. Ал аш қарынға баға қою өте қауіпті. Үш қыз қызыл көйлекте жақсы шықты. Әйгерім, жақсы деп нені айттың? Сен тіпті сахнаға қарап отырған жоқсың ғой. Екі көзің телефонда. Видеозвонокпен жолдасыммен сөйлесіп отырдым. Себебі қалай болып жатты деп сұрап жатты. Онда сәлем айт. Әзірше бәрі ойдағыдай. Әйтеуір бүгін қонақтардың сендерге деген ілтипаты ерекше. Қара көйлектегі апай, яғни жеңесі болып келеді. Жеп отырыңдар деп жатыр. Камерадан ұялып, жей алмайсыздар ма деп айтып кетті. Көрдіңдер ме қыздар? Өздеріңді бөлек отырғызып қойса да ұмытпапты. Сендерге қарай ағылған қонақтардың легі басылатын емес. Міне, жап-жас жанкүйерлерің суретке түсуге келіп тұр. Бізбен екі кішкентай қыз келіп суретке түсіп кетті. Одан алдын бір кішкентай бала өзімізді суретке түсіріп кетті, үшеумізді. Өзімізді ерекше сезініп кеттік қой. Иә, дұрыс, келіндер бәйгесіне қатыссаң, жұлдызға айналу оңай. Ең бастысы, ішіп жеп, тыңдап, жан-жағыңа қарап отыруың керек. Сосын әрине баға қоясың.
Тамаданың тостқа шығарғандағы ребі ұнады бізге, біз де билеп отырдық былай. Тамада кейбір қонақтарды аттан рэп қылып айтып шақырып отырды. Жалпы ол жақсы шықты деп ойлаймын. Бәрі қуанып, қайталап отырды. Мен де айтқым келіп тұршы. Ойын өткізді Тамада. Әнді бастап, арға жалғасын қолын көтеріп айту керек болды. Мына жерде айтып жіберейін деп отырдым. Бірақ ыңғайсыздандым. Қысылмаңдар қыздар, батылырақ болыңдар. Әнге әп-әдемі қосылып отырсыңдар. Енді қол көтерсеңдерші, сыйлық ұтып алатын мүмкіндіктерің бар ғой. Басында бәрі атсалысып қатысқан жоқ. Ұйықтап отырдым деген сияқты, білмеймін. Одан кейін соңғы жақтарында қатысып, приздарын алып отырды. Ешқандай адам қолын көтермеген екен, жалпы қосылып айтты әнді. Енді о жақ қызық болған жоқ онша. Тамаданың ойнатқан ойындардың барлығы ұнады. Зал жамырады. Өйткені өзде жаңағы поддержка сұрап нетіп тұрды ғой қайта-қайта. Шулатып адамдарды. Солысымен қызықты болды деп ойлаймын. Бірақ сахнаға әншілер шығысымен келіндер тым тырақай болды. Әйгерім мен Нұрсұлу бір жаққа шығып кетті. Ал Гүлдана зеріккенін әрең жасырып отыр. Алайда оның көңілін көтеруге тырысып жатқандар баршылық. Гүлдана аузын әрең ашып, әйелдерге еріне жауап беріп отыр. Суыңыз бар? Шай. Шай ішпейміз. Гүлдана аяқ астынан келген қонақтарды елеусіз қалдырды. Ал Әйгерім оларды мүлдем дастархан басынан қуып жіберді. Мына жерге сыймай ма деймін? Міне, етте тартылды, бар үміт осы үлкен аста. Әлгі бір сәтсіздіктерден кейін дастархан мәзірінің бағасын осы ет қана көтере алуы мүмкін. Дәм шығып тұрған қандығы? Қасықтанбайды қойым. Нағыз ет тамақ емес ол. Себебі қамырында басқа дәм шығып тұрды. Не қосқанын білмеймін. Андай басқаша дәм. Кейін еті сәл қаттылау. Тамақ жемеймін шын. Неге? Еті қатты көпті. Ал керек болса, Гүлдана тіпті ет жеуден де бас тартты. Қамырынан бір басқаша дәм шықты. Жеумай алдыға қарай еті қатты болыпты сосын. Қамырдың тұзы кем сияқты болды маған, және де еті қаттылау болып қалған. Ештеңе жеген жоқпын деген. Фрукти жеп отырмын. Кірпияз ханымдар мүмкін мына бишілердің өнері көңілдеріңді көтеретін шығар. Қыздардың билегені шалқыма би ансамбль ма? Олар тек баяу билерді ғана билеп жатты. Ол ұнаған жоқ. Шамалы шоқ-шоғынан қойса болады. Билесе болады ғой. Тез-тез билейтін биді қосатын шығар деп ойлағам. Ондай қосқан жоқ, бишілер ұнаған жоқ маған ол жағы.
бейшілер тағда жақпады. Ендігі үміт асабада. Ол жас жұбайларды ортаға шақырып, әрқайсысына өз енесінің суретін салғызды. Ара ене деп жүрек салып қойған екен. Асыл гүлге гүл саған екен. Ол жолын тауып бір сөздерді айтып шығып кетті. Гүлдей жайнап тұр деген сияқты болды ма? Осы қызық болды. Ол ойын ұнаған жоқ өзімен. Бұлай айтатындай не емес, қатты қызықтырып неткен жоқ. Қыздар, бүгін пікірлерін қарама-қайшы болып жатыр. Біреуіңе ұнаған нәрсе екіншіңе жақпайды. Ал енді көрейікші, қалыңдықтың бейнесі туралы ойларың бір жерден шығар ма екен? Өзбекстаннан алдырған көйлек туралы не айтасыңдар? Мен ойлағам, ерекше бір көйлек болатын шығар деп. Енді ерекшелік байқаған жоқпын, вау деп айтатындай. Мен ойлаймын, бұл көйлекті осы Сарыағаш қаласында алуға болады деп. Осы жақтан да табатын еді ол көйлекті. Көрші елге бармай-ақ қатты таңғалған жоқпын көйлегіне. Міне, бір рет болса да ойларың сәйкес келді ау. Шаш үлгісіне келетін болсақ, шынымды айтсам, шаш үлгісі қатты ұнаған жоқ. Ұнамағаны қалай? Әйгерім, сен дәл қазір өз шеберіңнің намысына тиіп тұрсың. Екеуің бір салонда сәнденіп едіңдер ғой. Ол да соған бармайды. Иә, дәл солай. Және ол қалыңдықтар кездесуінен кейін апыл-ғұпыл бара салған сен сияқты емес, бірнеше ай бұрын жазылып қойған. Фотоға қатты үйлесіп тұрған жоқ ол шаш үлгі. Дұрыс тұрған жоқ. Себебі шаш үлгісі қатты көтер жерген ба, нәзік істелінбеген. Арайлымның алдын орап кеткен аздай сынап қоятын емес. Ара екеуміздің визажистіміз бір болды. Мейкап істейтін. Бізде Сарыағаш қаласы кішігірім болғандықтан, бұл жерде мастерлар санаулы ғана өзі сол ең жақсы деп ұсынған мастер сол Гүлназ болды бізде. Мейкапта вау дейтіндей емес. Әйгерім, мұның енді шектен шыққандық. Ашықтан ашық күліп отырсың. Жарайды, басқа бәсекелестер не айтар екен? Екеуі образ бір-біріне ұқсамайды. Арайдікінің макияжын басқаша, ал Әйгерімдікін басқаша істеген, шаш үлгілерді де басқаша. Әйгерімнің шашы сәл алдыңға түскен, кекілдер түскен тұғын, Арай полный жинап тастаған шашын, төбесін. Арайдың образына қоятын бағым ойныш. Әйгерімде жылтырақ көп болды көзінің үстінде, ал Арайдың жылтырақ аздау болған. Я макияжында да. Образына 10. Образға 6 деген баға қоям. Көйлегім ұнаған жоқ, дұрыс тұрған жоқ ол көйлек алған. Упс, торт ұятқа қалдырдау. Оны жастарға деп ортаға алып келді. Бірақ қайда қоярларын білмей сасып қалды. Бірінші тортта кеп астын қалдырып кеткен. Содан астына барып оны алып келді сөйтіп. Сәл арасы үзіліп, сәл күттіңкіреп қалды барлығы. Сол жері сәл шамалы дұрыс болмай қалды. Маған торттың шығарылуы ұнаған жоқ. Енді торттың шығарылуы асханадан арнайы пастакмен, ерекше пастакмен әкесі басқашылы болатын еді. Ең болмаса вальстері дұрыс шығар ма екен? Бәрі дайын ба? Вальстері ерекше болды. Жан-жағына гүлдер қойып, 2 рет билеп. Махаббат вальсінің 3 гүлді қойғаны ғана ерекше болды. Қалғаны кәдімгі тойдағы
махаббат вальсімен бірдей болды. Былай қатты ұнады деп айта алмаймын оны. Бар салмақ тағы да асабаға түсетін болды. Ол жаңа ойын ойната бастады. Қыздар қызға тамашалап отыр. Бірақ сырттай күлгендеріне қарап, бәрін ұнатып отыр деуге болмайды. Тамада жақсы жүргізді деп ойлаймын. Бірақ кейбір кемшіліктер болды. Ойын ойнатқанда бір ойын ойнатты, адамның бәрін жүйіп алып. Басында қызық болып жатқан, сонымен кейін көбейтіп ана жерді адам көбейіп кетті. Қонақтар біздің қатысушыларды биге қосып алды. Бұлардың басқа малын қалдырмады. Соңына қарай бізді де тартып кетті. Енді шұбырып кеткеннен кейін қызық болған жоқ, соңғы басында қызық болып кеткен. Адамдар шұбырып кетті деп, бардак болып кетті ана жер деп. Мен бәрімді шақырған, просто мен өзім шыққым келген жоқ, өзіме онша ұнаған жоқ ойын. Біраз биледі, енді жек жалғап алуға да болады. Оның үстіне екінші ыстық тамақ сорпаны беріп жатыр екен. Мамбар деген тамақ берді. Онда да әшілеу ма, түсініксіз. Сорпа тамағында білмеймін, капустамен және бірдеңе бар, оның не екенін ажырата алмадым. Кішкене еттер жүр. Оның да тұзы кем сияқты болды маған. Қыздар, таза ауаға шығып келсеңдер қайтеді. Әйтпесе ештеңені жақтыратын емессіңдер. Менюнда шегелік көп, салат, тамақта да. Тамақты Еті қаттылау болып қалған, ал сорпаның тұзы аздау болып қалсақты ма? сорпаның ұнаған жоқ. Қарша бораған сындарыңнан кейін дастарханға айтар үкімдеріңді тыңдаудың өзі қорқынышты. Жалпы ас мәзіріне қоятын бағам 5 қоям. Котлеттің күйіп кеткен ұнамады, одан кейін тайский салатта еттің қаттылығы ұнамады. Ас мәзіріне қоятын бағам 7. Себебі 3 тойда да бірдей ас мәзірін көрін десем де болады. Менюға 6 қоям. Бешбармақ қамырының басқаша бір дәмі шықты. Еті қатты, котлеттің асты күйген. Аздау болып қалды. Мүмкін ойын сауық бағдарламасының бағы жанатын шығар. Шоу программада тамада қызықтырып жатыр, бірақ қосылды. Тамада жақсы жүргізіп жатыр. Қармақшы келген командасынан келген. Тамада сол ғана ұнады маған, шоу программадан. Дейшілердің дейіші жаман баяу ғой. 3 бейде баяу болып тұрды. Арасында бір шоқ бейді қосқанда көріп. Шоу программаға 15 балдан 10 бал қойым. Тамадаға болады. Шоу программаға қоятын бағам 8. Шоу программаға қоятын жалпы бағам 7 деген бал қоям. Жалпы жақсы ұнады маған. Енді ол мен жақсы болды дегенде прям вау, күшті екен деп айтатындай емес қой. Әйгерім, сенің жақсы ұнады дегеннен кейін қоятын бағаң асып кеткенде 7 ұпай болады. Оны түсіндік. Ал енді қорытындысын шығарайық. Бәсекелестерге ең қатты ұнағаны қалыңдықтың бейнесі болды. 29 ұпай. Тойдың безендірілуі одан сәл төмен бағаланды. 27 ұпай. Ойын сауық бағдарламасы 25 ұпай. Той дастарханы 18 ұпай. Арайлымның жалпы жинағаны 99 ұпай. Сөйтіп ол апталық жарыс көшінің басына шықты. Қыздар да қобалжи бастады. Бұл той менің тойыма бәсекелес болатын шығар. Арайдың тойы мен тойыммен салыстырсам бәсекелес бола алады. Соңғы түйенің жүгі ауыр дегендей, әсіресе ертең Сарыағаштағы бәйгенің қорытынды тойын өткізетін Нұрсұлудың уайымы басымдау. Мен тойым шынын айтсам қарапайым түрде өтеді. Бетіп әнші шақырдым, биші шақырдым деп айта алмаймын. Нұрсұлу-ай, сен әлі өз тойыңда не болып не қоятынын білмей тұрсың ғой. Оны көрген кезде сіз де жоба қатысушыларына әрі ренжисіз, әрі жаныңыз ашиды. Міндетті түрде көріңіз.
ертең көретіндеріңіз. апасы екен ұзақ тұрғызып қойды адамдар отырайық деп аяқтары ауырып Жолдастары, қадамдарымыз құт болсын.